Наурыз айы жылы болады. Синоптиктердің болжамынша өңірде орташа айлық температура нормадан 1-2 градусқа жоғары болмақ. Яғни сынап бағанасы орташа -5, -7 градусты көрсетеді. Наурыз айына арналған ауа райының болжамы әріптесімнің бейнематериалында. Синоптиктердің сөзінше көктемнің бірінші айы құбылмалы болады, әрі қар жауып тұман түсуі ықтимал. Кей жерлерде көктайғақ болады, желдің екпіні секундына 15-20 метрге дейін жетеді. Сонымен қатар наурыз айында қар аралас жаңбыр жауады деп күтілген. Бірінші онкүндікте ауа температурасы түнде 13-18, кей жерлерде 21 градус аяздан, 5-10 кей жерлерде 13 градус аязға, күндіз 4-9 градус аяздан, 3 градус аяз, 2 градус жылы, кей жерлерде 6 градус аязға дейін біртіндеп жоғарылайды. Наурыздың ортасында облыс бойынша ауа температурасы түнде -12, -17, кей жерлерде тіпті 20-25 градус аяздан 5-10 градус аязға дейін құбылмалы болады. Күндіз -6, -11 градус аяздан 4 градус аязға дейін, кей жерлерде тіпті +1 градусты көрсетеді. Екінші онкүндіктің соңында күндіз ауа температурасы -2-3 градус, ал түнде -1-6 градус болады. Үшінші онкүндікте ауа температурасы түнде 1 градус аяз, 4 градус жылыға, күндіз 3-8 градус жылыға дейін жоғарылайды. Онкүндіктің соңында өңірде ауа температурасы түнде 0-5 градусқа дейін суып, күндіз 3-8 градусқа дейін жоғарылайды. Жауын-шашын нормадан көп жаумақ. Индира Ахатқызы, Райымбек Бекожаев, жаңалықтар қызметі.